Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі ерекше құрылымдардың бірі there is немесе there жайлы әңгімелейміз. There is немесе there қазақ тіліне бар деп аударылады. Яғни кеңістікте немесе бір нәрсенің ішінде екінші бір нәрсенің бар екендігін білдіру мақсатында қолданылатын құрылымдардың бірі. Мысалға алатын болсақ, there is a pen in my bag. Менің сумкемде қалам бар. Яғни менің сумкам өз алдына бір кеңістік болатын болса, оның ішінде қаламның бар екендігін білдіру үшін біз there is құрылымын қолданамыз. Екінші мысал, there are some apples in the kitchen. Кухняның ішінде бірнеше алма бар. Көпше түрде байқаған болсаңыздар біз are етістігін қолданамыз да, жекеше түрде is көмекші етістігіне жүгінеміз. There is және there құрылымы сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Болымды сөйлем кезінде there is алдында тұрады сөйлемнің. A pen in my bag, менің сөмкемде қалам бар. Жоғарыда айтып өткеніміздей, болымсыз сөйлем жасау үшін біз is көмекші етістігіне кейін not көмекші сөзін қоямыз. Сол кезде there is not a pen in my bag, менің сөмкемде қалам жоқ деген сөйлем жасалынады. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз is көмекші етістігін there сөзінің алдына шығарып жібереміз. Is there a pen in your bag? Сенің сөмкеңде қалам бар ма деген сөйлем пайда болады. There is және there құрылымына қатысты болымсыз сөйлем жасаудың екінші түрі жайлы айтып өтейік. Мысалға, қарапайым болымсыз сөйлем there is not a pen in my bag. Менің сөмкемде қалам жоқ. Not көмекші етістік арқылы жасалынып тұр. There is және there құрылымына қатысты болымсыз сөйлем жасаудың екінші түрі есім мағынасын беретін сөздің алдына жай ғана no көмекші сөзін қою. Ол кезде бірінші сөйлемдегідей есім мағынасын беретін сөздің алдына немесе n артиклі қойылмайды да, no артиклінің рөлінде жүреді. Қарап тұрсаңыздар сөйлем болымды сияқты, бірақ no тұрғаны себепті ол болымсыздық мағынасын береді. Менің сөмкемде қалам жоқ. Егер көпше түрде алатын болсақ, there are no men at school. Мектепте ер адамдар жоқ, немесе ер мұғалімдер деген сияқты сөйлемдерді жасауға болады. Достар, бүгіндікке осы, бізбен бірге болыңыздар.